Рухани жаңғыру ұлттық болмыстың өзегі. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен бастау алған 100 кітап ұлттық сауалнамасы ел тарихындағы мәдени, әдеби мұраны кеңінен насихаттайтын ауқымды жоба. Осыған орай Жамбыл облысында Аманат партиясы өңірлік филиалының бастамасымен зиялы қауым өкілдерінің қатысуымен ашық пікір алаңы ұйымдастырылды. Кездесу барысында қазақ әдебиетінің қазынасын бағалау, заманауи қаламгерлерді қолдау және жастарды кітапқа деген қызығушылығын арттыру мәселелері кеңінен талқыланды. 23 шілдеге дейін жалғасатын сауалнамаға әрбір азамат қатыса алады. Ол үшін көп мобайл қосымшасын жүктеп, порталға кіресіз. Басты бетте таңдаулы 100 кітапты бірге анықтайық деген батырманы басып, кітап ұсыну бетіне өте аласыз. Сол жерден өзіңізге ұнайтын үздік 10 шығарманы енгізіп, дайын батырмасын бассаңыз жеткілікті. Нәтижесі 10 тамыз Абай күні жарияланады. Ал бүгінгі жиынға қатысушылардың бірі белгілі ақын Хамит Есаман. Ұлы қазынаны дәріптеуге бағытталған айрықша жоба аясында бүгінгі қаламгерлер де назардан тыс қалмау керек деп санайды. 100 кітап ұлттық сауалнамасында ұлттық классиктерімізден бастап бүгінгі таңда жақсы көрініп жүрген қыз-жігіттердің кітаптарына дейін айтылу керек деп ойлаймын. Өйткені бір жақты болып кетпеу керек өзім ойымша. Өйткені Абай міндетті түрде айтылады. Мағжан сияқты, Ахмет Байтұрсынов сияқты, Мұхтар Әуезов сияқты ұлттық классиктеріміз міндетті түрде айтылады. Бірақ сол 100 кітаптың шеңберінде қазіргі таңда ең талантты деген, ең дарынды деген жастарға кіру керек. Аманат партиясы мұрындық болған басқосуда кітап басу мен сату мәселелері де сөз болды. Жиынға шақырылған меймандар қатарында өңірлік журналистер одағының төрағасы Жаңабай Миллионов та бар. Ол адамның сөздік қоры мен ақыл парасатының негізі кітап деген пікірде. Жан-жақтылық, білімдарлық, мүмкін онда қанмен келген көсемдік, көргендік бар шығар. Ал бірақ соның барлығына елді баурап алу үшін, елді өзіне тарту үшін, елді артынан ерту үшін адамға сөз болу керек, ақыл парасат керек. Осының бәрі кітаптан. Зиялы қауым өкілдері жастарды кітап оқуға шақырып, оның рухани маңызына да өтті. Әдеби мұраны бағалап, сауалнама арқылы өз таңдауларын білдіруге үндеді. Айта кетейік, 100 кітап ұлттық сауалнамасы қорытындысында отандық үздік туындылар іріктеледі. Нұрбақыт Мұсатилаұлы, Ақбота Нұрсейітқызы, Мейіржан Ерболатов, 24 News.